Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгін осындай керемет пешке дәмді қылып асқабақ дайындайтын боламыз. Асқабақты жақсы көретін кісілер дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Асқабағымыздың сыртын жақсылап ысқылап жуып тазалап алдық. Енді осыны осылай бөліп, өзімізге ыңғайлы етіп бөлшектерге бөліп аламыз. Кішкене қылып, яғни жеуге ыңғайлы етіп бөліп аламыз. Ішіндегі осындай тұқымдарынан жақсылап ажыратып, тазалап, дайындап қоямыз. Жалпы асқабақтың адам ағзасына пайдасы өте көп. Яғни дәруменге толы тағамдардың бірі десек болады. Және де бір айта кететін жайт, қазіргі уақытта балаларда паразит өте көп. Сол себепті асқабақтың дәнін, асқабақты дәл осылай пісіріп, балаларымызға ұсынуымыз керек. Осылай ыңғайлы етіп бөліп алдық. Яғни осы бөлінгендерді бір суға салып жуып алсаңыздар да болады. Пешімізді алдын ала қыздырамыз және оның табасына барлығын салып шығамыз, орналастырып. Әркімнің пеші әртүрлі болады, яғни қызу жағынан. Кейбір пештер жай қызады, кейбір пештер қатты қызуы мүмкін. Сол себепті өзіңіздің пешіңізге байланысты қарап отырасыз. Мен 160-170 градуста 45 минут пісіріп алдым. Жұмсақ, әдемі болып пісу керек. Және де шайыншқының көмегімен піскен-піспегенін байқап тұрсаңыз болады. Бетін осылай жабамыз және де бірнеше тесіктер қалдырамыз, бу шығып тұратындай етіп, енді пісіретін боламыз. Піскен, жұмсақ болып әдемі піскен асқабағымызды алып, енді үстіне бал жағатын боламыз. Үйде кез келген балды пайдалансаңыздар болады. Егер бал болмаған жағдайда дәл осылай жей берсеңіздер де болады, тәтті болады. Мінекей, барлығын осылай жағып шығамыз және де ыстық болғаннан кейін тез сінеді, тез, яғни еріп, тез жағылады. Мен жартысына жақтым, жартысына жаққан жоқпын. 5 минутқа қайттан пешке қоямыз. 5 минуттан кейін алып, мінекей осындай үстіне дән қойсаңыздар болады. Үйде қандай дән бар, пайдалана бересіз. Мен асқабақтың өзінің дәнін қойып шықтым, және де осындай грек жаңғағы бар, соны да үккіштен өткізіп, осылай үстіне әдемілеп қойып шықтым. Яғни бал болғаннан кейін жабысып қалады. Әдемі осындай түр беріп тұрады. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Және де үйге келген қонақтарға да дәл осындай қылып жасап ұсынсаңыздар да болады. Өте керемет тағамдардың бірі. Қазір асқабақтың уақыты кетіп бара жатыр. Сол себепті дәл осы рецептпен жасап үлгеріңіздер. Өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Сіздермен болған Фариза, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.